Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің есімім Мұсаев Алишер. Мен Сатпаев университетінің киберқауіпсіздік кафедрасының 4-ші курс студентімін. Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге TryHackMe платформасындағы Attactive Directory ойынымен таныс боламыз, және де біз оны бірге шешетін боламыз. Мен бұл ойынды 3 кезекке бөлдім. Бірінші кезегі ол ойынды жалпы VPN-ге қосу, және де екінші кезеңі оны біз толықтай сіздермен бірге талдаймыз, және де үшіншісі біз бұл ойынның артықшылықтарын көрсетіп және оны талдаймыз. Ал енді іске кірісейік. Басында біз өзімізді комнатамызда таргет IP-мізді біліп аламыз, және де оны біз басқа былай түсіндіре салайын сіздерге. Бізде басында wget команда пәрмен арқылы біз өзімізге қажетті rob nope careboot релизы latest деген сияқты өзімізге калелин бұл жұмысқа тікелей қатысы бар директорияларды жазып аламыз. Сосын біз өзімізге оны распаковать етіп аттарын ауыстырамыз, және біз өзімізді оларды іске қосамыз, өзіміз паролін жазып және клонировать етеміз AIM пакетқа. AIM пакетті ашамыз, сосын бізде өзімізге қажетті папкаларға ссылкаларын көре аламыз. Сол арқылы қазір жұмыс істейтін боламыз сіздермен. Ал ендеше мына жерде біз экспорт дейміз, өзімізге қажетті пәрмендерді мен өзіме сақтап алғам. Сол бойынша жұмыс істеймін. Әйтпесе мұнда командалар көп. Өзіміздің IP-мізді қоямыз, және nmap-қа жібереміз. Мінекейіңіздер, бұл жалпы бірінші сұрақтікі NAM4 Linux болады. Неге десеңіздер, себебі по дефолту NAM4 Linux деген жауап қолданылады. Өйткені сұрақтың өзі соны меңзеп тұр. Басамыз. Бұл бізде дұрыс ответ болады. Және бізде жалпы бұл сұрақтар айтады. Бұл additional options'та неге әрқашанда энумерация қолданылады, USG, PRONI деген. Себебі бұл басқалардың өзгеше опция болып саналады. Және біздің мұнда жауабымыз келесі сұрақтың жауабы ол бізде NAM4 Linux A1048.169.246 деген болады. Ол өзімнің IP-ім. Және де бізде дұрыс көрсетіп тұр. Target read range, username, password, администратор, гость, және домейндарым, админдік root праваларым бәрі шығып тұр. Енді бұл жерге бұған ойлануға уақыт береміз. Домейндарымыз скачать етіп отыр. Әне бізден домейннің аты шықты, ол бізде THD.
Оны пароль қылып жазамыз. Бізге жаңа сайттарды тауып береді қазір ғана. Ол бізде TryHackMe'нің жауабы болсын. Енді біз TryHackMe'ға кіріп ответтерді алдық. Оларды біз жауап ретінде жазамыз. Біріншісі бізде Enum4 Linux. Қазір сәл қатып қалды. Келесі бізде TJ ады. Келесі local. Неге local? Себебі бізде разработчиктер көбінесе осындай жоғары тұрған домендермен жұмыс істейді. Жоғары тұрған домендердің ішіне local кіреді. Сол арқылы ішіндегі барлық системалық домендермен жұмыс жасай алады. Мінекейіңіздер, біз толықты ответтерді алдық. Енді бізге келесі 4-ші таскте бойынша жұмыс жасауымыз қажет. Ол бізде келуді usernum DC таргетпен жұмыс жасаймыз. Таргет ол біздің таргет IP-іміз. Біз оны қайтадан жазуымыз қажет. Он 48 169 246. 10 48 169 246. Бұл жерде екінші ответ SVC админ болады. Сервисный аккаунт с правами администратора болады. Сервис аккаунт. Такие аккаунттар бізде мысалға әлсіз құпия сөздерді және оның ішіндегі качестволары качественности төмен болады да. Үшінші бізде жауап ол бэкап болады. Не себепті бэкап? Өйткені ол аккаунт, қосымша аккаунт болады резервтағы. Ондай аккаунттар көп жағдайда көп ресурстарға доступ ала алады. Оның бәрін жаза кетсек болады. Негізі сұрақтың өзінде жауап тұр. Оны жай айта кетіп отырмын. Екеуі дұрыс болды. Үшіншісін тексерейік. Ойланып отыр. Жалпы with command within care brute we allow us to enumerate valid usernames дейді. Бүкіл сұрақтар оңай, тіпті білген адамдар осы жауаптар екенін негізі өте жақсы түсінуге болады. Қосымша мәліметтерді, қосымша ақпараттарды көп оқыған жағдайда жалпы өте оңай. Жалпы
алдымен мына сұрақтарға жауап беру қажет болады. Мысалы бізде екі аккаунт бар, және олардың қайсысы потенциально бір-бірінен беттес болып саналады. Оның менің ойымша ол әрқашанда CVC админ болады, себебі ол потенциалы жоғарырақ басқа аккаунттардан. Негізі өзі жазып көрейік, дұрыс па екен? Дұрыс екен. Hashcat example wiki page with type of Kerberos hash retrieve from the KDS. Ол онда оңай сұрақ. Жалпы көптеген мәліметтерге сүйенетін болсақ, Kerberos 5 оған жатады. Type 23. Тағы ISRAP жатады оған. Осы 3 хэшкат мысалдар әрқашанда өзінің числовой жүйесіне, сандық жүйесіне бағынады. Мысалға Kerberos 5 пен ISRAP-қа әрқашанда 18200 болып саналады. Оларды әрқашанда хэшкетте тексерсеңіздер болады. Сол кезде ол дұрыс жауап ретінде шығады. Көрейік. Дұрыс жауап екен. Және де келесі бізде хэш деген ол бізде қандай мод деп тұр. Хэш дегеніміз қандай мод? Жалпы бұл жерде көптеген сұрақтарда 18200 деген кездеседі жауаптар. Себебі мен қараған кезде әрқашанда сол жауапты көп байқайтын. Көрейік. Дұрыс жауап екен 18200 деген. Жалпы сол мод бүкіл хэштарда бар. Жалпы бұл ситуацияда сенің аккаунтыңды, модифицирован аккаунтыңды, мысалға, во многом қандай болады дейді да, көп аккаунттарда негізі оңай бұзылатын аккаунттарда, ондай аккаунттарда көбінесе менеджмент 2005 деген пароль болады. Оны мен қайдан алдым? Бұны біз оңаймен де интернет оқысақ, жалпы бұл сұрақтарға жауаптар бар. Көптеген бұқаралық ақпараттар жүйесіндегі жаңалықтарды оқысақ, көптеген осы пароль кездеседі. Қандай утилита біз SMB remote жалпы таратуда қолданамыз дейді. Жалпы утилиталардың түрі көп, бірақ жалпы именно SMB-да көбінесе SMB клиентті қолданады. Себебі SMB кімдерге оны біз таратамыз? Клиенттерге әрине. Сол үшін біз сол ответті қолданып көрейік, бәлкім дұрыс болар шығар. Қандай опция сол таратумен айналысады дейді. Әрине минус L, оны бәрі біледі деген ойдамын. Минус L көп жақсы опция. Танымал опция. Қанша remote shares бар? 6. Жалпы серверде 6 ғой, одан көп болмайды, одан аз болмайды. Енді
бұл жерде particular share that we have the access to the contents of text file. Текст файлда қандай жаңағы артықшылдықтардың онымен кім бөліседі, мысалға бұл сұрақтың жалпы көптеген бұл функциялар именно жаңағы share дейді ғой, share функциясында көбінесе backup. Именно backup share арқылы бұның бәрі жүзеге асады текстовый файлда. Мінекейіңіздер, бізде контент файлдағы қандай деп сұрақ қойып жатыр. Бұны біз былай тапқан болатынбыз. Терминалға кіреміз. Терминалға кірген кезде біз SMB клиент бойынша өзіміздің ID-ді жазамыз. Backup view CVC admin. Сосын бізге паспорт сұрайды. Паспорт. Жаңағы паспорт ол бізде не еді родной паспорт? Менеджмент 2005. Сол паспорт бізде ол менеджмент 2005 болып саналады. Сөйтіп біз дальше кірген кезде біз cat backup dir catпен жұмыс жасаймыз. Backup credentials.txt. Сосын ол бізде dir арқылы жұмыс істейміз. Dir'дан кейін біз get backup деп скачать етеміз txt файлды. Сосын ол жерден біз қажетті ақпарат аламыз. Сосын ол жерден шыққаннан кейін біз cat backup credentials ашамыз. Сол кезде бізге осынша символдар беріп тұр. Ол символдар бізде жаңағы жауап болып саналады. Тексеріп көрейік. Дұрыс ответ болып тұр. Келесі бізде recording. Ол бізде backup spooky. Sec local backup 251.786.0 болады. Не себепті десеңіздер, өйткені бізде администраторлар көп жағдайларда backup аккаунттарды осылай қорғайды. Және бұндай қиын локальный домен беріп, оларды злоумышленниктардан зломнан қорғайды. Тексеріп көрейік. Бұл да дұрыс жауап екен. Келесі 7-ші тасқа барайық. Мына жерде түсіндіре кететін, қазір ғана сет ұстаған жоқ. Tryhack менің VPN дұрыс істеп тұрған жоқ, сол үшін қатты. Мына жерде неге метод NTDS DRS swapy болады? Себебі бұл бізде Replication Service Remote Protocol, ол өзіміздің ерекше протокол, өзгеше микроконтроллердің синхронизациясын бақылайды. Және олардың арқылы secret dumps функциясы арқылы имитировать етеді. Келесіде бізде pass the hash ол бізде техника болып саналады, NTLML арқылы атака жасайтын. Және ол бізде протокол NTLML hash ол бізде тексеріске жібереді, және жаңа оригиналды парольді білудің қажеті жоқ. Келесі бізде evil winram ice target u администратор -h болады. Администратор NTLML хаші. Ал керекті инструменті evil winram'дағы ол -h болады. Оны біз тексеріп көрейік. CVC админді. Мінекейіңіздер, менің уақытым бітті. Бұл Tryhack менде өкінішке орай бір-ақ сағатқа беріледі. Сенде подписка болмаса
бірақ та мен тест жасап үлгердім терминалда. Сіздерге қазір жауабын көрсетейін деп жатырмын. SVC админ бэкап администраторды мен бәрін Windows Remote Manager арқылы, WinRM арқылы жасадым. Бұлар жалпы қалай жасалады? Бұл директорияның ішінен ең көп қолданылатын папкаларды ашқанның өзінде бізде дайын TryHackMe'дің ішіндегі флагтарын беріп тұр. Мысалға біз Evil WinRM мен өзіміздің IP-мізді жазамыз. Ары қарай -u администратор -h пен жаңа мен түсіндіруге айта кеткен белгілі бір флагтар мен ярлықтарды папкаларды ашқанның өзінде бізге осындай подсказкалар беріп тұр. Мінекейіңіздер room complete 100% деп тұр. Ал енді сіздермен болған мен Мусаев Алишер, Сатпаев университетінің 4-ші курс студенті. Сіздерге көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.